Қазіргі таңда өңірде 6 лицензияланған туроператор жұмыс істеп, ішкі туризмді дамытуға үлес қосуда. Туристер үшін Есет Батыр кешені, Абат Байтақ кесенесі, Қобланды Батыр мемориалдық кешені, Ақтолағай Борлытау мен Қасқыр Сарқырамас секілді тарихи танымдық бағыттар ұсынылған. Туроператорлардың мақсаты жергілікті тұрғындарға және де сырттан келген қонақтарға біздің туристік маршруттарды кеңінен насихаттау және де барынша сол қызметті сапалы көрсету болып табылады. Сонымен қатар медициналық туризмге келетін болсақ, ол өзіміздің Мартөк ауданындағы Панта шипажайы болып табылады. Барлық маршруттардың құны көрсетілетін қызметке сәйкес 5 мыңнан 25 мың аралығында екенін ерекше атап өткім келеді. Сонымен қатар туристік нысандарға апаратын жолдардың құрылысы кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Темір аудандағы Досжан Ишан Әзірет мемориалдық кешеніне апаратын жол толық аяқталса, Абат Байтақ кесенесі мен Қасқыр Сарқырамасына апаратын жолдар биыл пайдалануға беріледі. Және де туризмнің тағы да бір басты бағыты ол әрине қонақ үйлер желісін күшейту, арттыру. Қуанышты жағдай ол Ибис қонақжайының арнайы тағы да ғимараты құрылыс жұмыстары аяқталады. Сонымен қатар Ақтөбе облысында Алтын Орда Ықшам ауданында Holiday Inn халықаралық қонақ үй желісі құрылыс жұмыстары басталып жатыр. Бұл жобаның құны 22 миллиард болып табылады. Өңірде имидждік шараларды жалғасуда. 28 мамыр күні Тарыфест 2026 фестиваль аясында Ақтөбе тарының астанасы атты ауқымды ғылыми конференция өтеді. Шара барысында даңқты диқан Шығанақ Берсиевтің ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, тары шаруашылығын дамыту мәселелері талқыланады. Райгүл Еншібай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.